Сәлем достар! Бүгін сіздермен денсаулыққа қатысты қызықты мифтерді талқылаймыз. Олардың кейбірі рас, ал кейбірі жалған. Білетіндеріңізді тексеріп көріңіздер. Әрі жаңа пайдалы ақпарат үйренуге дайын болыңыздар. Сонымен бастайық. Күніне кемінде 8 стакан су ішу қажет. Жалған, себебі әр адамның қажеттілігі әртүрлі. Ағзаға қажетті суды тамақтардан да алуға болады. Таңғы ас күннің ең маңызды тамағы. Рас, себебі таңғы ас метаболизмді іске қосып, күні бойы қуат береді. Жұмыртқаны күнде жеген денсаулыққа зиян. Жалған, себебі жұмыртқа ақуызға бай және қалыпты мөлшерде жеген денсаулыққа пайдалы. Кешкі сағат 6-дан кейін тамақ ішу семіздікке әкеледі. Жалған, себебі тамақтанудың жалпы калориясы маңыздырақ, кешкі уақыт емес. Суықта жүрсең, міндетті түрде ауырып қаласың. Жалған, себебі ауруды вирустар тудырады, суық ауа райы емес. Қол жуу арқылы көптеген аурулардың алдын алуға болады. Рас, себебі қолды жиі жуу арқылы инфекциялардың таралу қаупін азайтуға болады. Күннен қорғайтын крем тек жазда ғана керек. Жалған, себебі күннің ультракүлгін сәулелері қыста да зиян келтіруі мүмкін. Ми жасушалары қалпына келмейді. Жалған, себебі соңғы зерттеулер мидың кейбір аймақтарында жасушалардың қалпына келуі мүмкін екенін көрсеткен. Денеге күтім жасау жалпы денсаулықты жақсартады. Рас, себебі салауатты өмір салтын ұстану керек. Өкпе және басқа ағзаларға жақсы әсер етеді. Шашты жиі жуу оны әлсіретеді. Жалған, себебі шаш күтіміне байланысты дұрыс өнімдерді қолданса әлсізденбейді. Тіс жіптерін қолдану тіс денсаулығына маңызды. Рас, себебі тіс жібі ауыз қуысындағы бактериялар мен қалдықтарды тазалайды. Жаттығу тек артық салмақпен күресу үшін қажет. Жалған, себебі жаттығу дененің жалпы саулығын жақсартады. Тәтті сусындардан ғана тіс бұзылады. Жалған, себебі барлық қант тамақтар тіс эмалін әлсіретеді. Дене қызуы көтерілгенде суық суға түсу қажет. Жалған, себебі суық суға түсу дене температурасының күрт төмендеуіне әкеліп, басқа мәселелер туғызуы мүмкін. Майлы тағамдарды мүлде жеуге болмайды. Жалған, себебі денсаулыққа пайдалы майлар да бар. Мысалы, зәйтүн майы мен
авокадо майы. Таңертең лимон қосылған жылы су ішу ағзаны тазартады. Рас, себебі лимон ас қорытуды жақсартуға көмектеседі. Шұлықпен ұйықтау зиянды. Жалған, себебі кей адамдар үшін шұлықпен ұйықтау дененің жылуын сақтауға көмектеседі. Жүйелі түрде дәрумендер қабылдау қажет. Рас, себебі дәрумендер иммундық жүйені күшейтіп, денсаулықты жақсартады. Тұз бен қантты толықтай алып тастау денсаулыққа пайдалы. Жалған, себебі тұз бен қантты мөлшерлі түрде қолдану маңызды. Медитация күйзелісті азайтады. Рас, себебі медитация стресс деңгейін төмендетіп, тыныштыққа жетуге көмектеседі. Бүгінгі мифтерді талқылап, шынайы және жалған ақпаратты ажыраттық деп ойлаймын. Егер видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер және келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.